Әйелдерді қалай тез қоздыруға болады? Сәлем достар, сіздермен бірге жасырын сыр арнасы. Каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Еркектер өздері сияқты әйелдердің құмарлығының тез оянғанын қалайды. Бірақ та әйелдердің жаратылысы солай. Олардың сезімдері бірден ояна қоймайды. Нәзік жандыларды қалай төсекке дайындау керек? Олардың сезімін оятудың жолдары бар ма? Осы сұрақтар барлық еркекті мазалайтыны анық. Қарапайым жақындықты әсерлі, әрі таңқаларлықта ету үшін екі адамда бірде әрекет етуі керек. Әсіресе жігіттер жағы бұл мәселеге келгенде көбірек білгені артықтық етпейді. Егер дәл осы сәтті жіберіп алатын болса, бәрі де құрдымға кетуі мүмкін. Ең алдымен неден бастау керектігіне мән беріңіз. Себебі әйелдер фортепиано секілді аталмыш аспапта ойнамас бұрын оның нотасын жаттап, қай клавишаны қалай басу керектігін үйренесің. Сол секілді кексте де нәзіктік пен тәжірибе керек. Содан соң мына үш негізгі әрекетке көшесіз. Дауыс. Еркектің баритон дауысы әйелдерді еліктірмей қоймайды. Әйелдің нәзік ыңырсыған дауысы ер адамдарды қалай қоздырса, дәл солай еркектің дауысы да нәзік жандыларға әсер етеді. Дегенмен бұған да дайындалу керек. Даусыңыздың әдемі шығуына мән беріңіз. Әйелдерге ұнайтын дауысқа салып, оны да ыңырсытып бір нотаға түсіңіздер. Жақындау. Ер адамның қалай жақындағаны да маңызды рөл ойнайды. Бірден бас салып сүйесіз бе? Жай ғана қолынан тартып, өзіңізге жақындата түсесіз бе? Ол жағы өзіңіздің батылдығыңызға байланысты. Ең бастысы, сіздің алғашқы әрекетіңізден ақ қарсы алдыңызда тұрған әйел қоза түсуі тиіс. Мұны сіз еріксіз байқайсыз. Белгі. Дауыс шығарып, бір-біріңізге жақындай түскеннен кейін оның сезім нүктесін оятқаныңызды немесе оята алмағаныңызды байқап көріңіз. Егер бұл әрекеттеріңізден түк шықпаған болса, қоздырудың басқа жолдарын қарастыруға тура келеді. Мына нәрселер әйелдердің сезім нүктелерін тез оятады екен. Комплимент айту. Ең алдымен әйеліңіздің қаншалықты әдемі әрі сүйкімді екенін, тартымды болып кеткенін айтып, оны өзіңізге жақындата түсіңіз. Сонымен қатар оның табиғи иісі мен көз қарасының ұнайтынын айтуды артықтық етпейді. Мұндай әдемі сөздерді құлағына сыбырлап айтсаңыз да болады. Бұл этапта әйелдің сәлде болсын сезім нүктелері оянуы керек. Сүйісу. Ерніне бірден жабыса кетпей, мойнынан, құлағынан сүйіп, содан кейін ғана жаймен ерінге жақындай түсесіз. Сүйісу өте нәзік басталады. Егер бұлай болмаған жағдайда, әйелді өзіңізге жақындата алмайсыз. Шешіну. Сүйіктіңіздің киімін тартқылай жөнелуге болмайды. Бұл ретте де нәзіктік керек. Әйелді шешіндірмес бұрын шашынан, қолынан сипап, белге қарай түсесіз. Содан соң белден төмен қол жүгіртсеңіз, ол да қарсы бола қоймайтыны анық. Массаж жасау. Егер әйеліңіз қарсы болмаса, алдымен массаж жасап беріңіз. Бірақ асықпаңыз. Бірінші массажды арқадан бастап бөксе бұлшық еттеріне, сосын қарынға жасай келе, көкірек тұсына да нәзік массаж жасайсыз. Осы уақытта әйелдің қозу нүктесі ашылып, ыңырана бастайды. Көкіректен аяққа қарай түсіп, қайтадан арқаға, көкірекке массаж жасауды жалғастырасыз. Алайда массаж тым ұзаққа созылып кетпеген абзал. Әйелдер массаждан да тез жалығады. Сол себепті де массажды дер кезінде аяқтап, іске кіріскенде дұрыс. Әдемі әуен қойып, свеча жағып, романтикалық кештің сәнін келтіре аласыз. Өзіңіз де әйеліңіз де бұл түннен айтарлықтай ләззат алып, келесіде өзі-ақ сізді төсекке икемдей жөнеледі. Ал әйелдер неге күн сайын жыныстық қатынасқа түскенді қаламайтынын білесіз бе? Ендеше тыңдаңыз. Еркектер сияқты емес, әйелдер интимді байланысқа жиі түскенді қаламайды. Мұны ғалымдар зерттеулерінен де білуге болады. Алайда олардың төсекке деген ынтызарлығы неліктен басылады? Мамандардың айтуынша, түнгі жақындасудың ойдағыдай болуына нәзік жандылардың көңіл күйі, жасы, серігіне деген сенімділігі бәрі әсер ететін көрінеді. Кей кездер жұмыстан шаршағаннан өзіңіздің атыңызға айтылған сын ескертпелердің әсеріне немесе күйеуіңіздің дене бітіміңізге байланысты айтқан әзілінен кексті қаламауыңыз мүмкін. Мұндай жағдайда уайымдаудың қажеті жоқ. Егер бір аптадан бір айға дейін осылай жалғасатын болса, дәрігерге қаралған дұрыс. Бәлкім ағзаңызда қандай да бір өзгерістер болып жатқан шығар.
Мысалы, психологиялық бұзылыстар, депрессия, қатты стресске түсу, созылмалы шаршау, мұның бәрі кекске деген ынтызарлықты жояды. Алайда мұны өзіңіз байқамайсыз, сезбейсіз. Дегенмен, ұйқысыздық, тәбеттің болмауы, төсекті қаламау сияқты келеңсіздіктер байқалса, психологтың көмегіне жүгінген жөн. Қан қысымын түсіретін ұстамалы ауруларға қарсы дәрілерді қабылдап жүрген болсаңыз, сүйіктіңізге деген сезіміңіз уақытша сөнеді. Сол себепті де дәрілерді қабылдау барысында оның кері әсерін де біліп алған артықтық етпейді. Қандай да бір дәрінің кекске теріс әсері жазылған болса, оны басқа препаратпен алмастыруға болады. Ал бала көтертпейтін дәрілерді қабылдағаннан жыныстық қатынасқа деген ынтызарлық жойылады деген жел сөз дейді мамандар. Американ ғалымдар ондай таблеткалар сіздің ләззатқа бөленуіңізге кедергі келтірмейтінін дәлелдеген болатын. Созылмалы ұйқының қанбауы. Әйелдер таңертеңнен кешке дейін жұмыс істеп одан қала берді. Кешке үйдің тірлігіне қолы тимей төсекті ойлауға да шамасы болмайды. Ұйқыға кеш жатып, таңертең ерте тұрғаннан кейін созылмалы ұйқының қанбауынан шалдығады екен. Ұйқының қанбауы ағзада көптеген өзгерістерге әкеп соқтыруы мүмкін. Бірінші кезекте гормональды тепе-теңдікте бұзылыстар болады. Жоғарыда айтқанымыздай, созылмалы ұйқының қанбауына шалдықсаңыз, тез арада оны ретке келтіру керек. Ең алдымен төсекке ерте жатып демалудан бастайсыз. Содан кейін серігіңіздің де сізден көңілі қалмайтын болады. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, әйелдердегі жыныстық қатынасқа деген ынтызарлықтың болмауы 80% психологиялық жағдайлардан туындайды екен. Ал ара қатынастың бұзылуына қандай жағдай әсер етеді? Әйелдер көбіне күйеуі жұмыстан кешігіп келсе, телефонына бөтен номермен хабарласса, немесе іс-әрекетінен өзгерісті байқаса, бірден оның көңілі басқада деген ойда болады. Сөйтіп өз ойымен өзі арпалысып, күйеуін жақтырмай, қаламай жүреді. Қарым-қатынасты жақсарту үшін керісінше серігіңізбен сөйлесіп, ашық әңгімелесіңіз. Сонда ғана мәселе шешімін табады. Сіздің де көңіл күйіңіз жайланып, арадағы мұз ертерек ериді. Жүктілік. Кейде жүктіліктің жыныстық қатынасқа деген ынтызарлықты күшейтетін, бірақ көп ретте түсіретін әсері бар. Әйел ағзасы бала көтеріп жүргенде емізгенде төсекте емес, сәбиінің жағдайына алаңдайды. Бұл да табиғаттың заңдылығы. Ер азаматтарға 1-2 жыл әйелінің осындай жағдайына көндігуге тура келеді. Содан соң барлығы да қалпына келеді дейді мамандар.